Малыңыз аусылмен ауырып, әртүрлі антибиотиктер мен уколдар істетіп, көп шығын шығарып, пайдасын көре алмай жүрсіз бе? Бүгін сіздермен көп адам айта бермейтін керемет ақпаратпен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіз. Видеоға лайк басып, арнаға жазылып, қолдап қоюды ұмытпаңыз. Ассалаумағалейкум, малмен айналысатын құрметті достар. Көп болды сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлісе алмай жатырмын. Айып етпеңіздер. Бүгінгі таңда аусыл ауруының өршіп тұрғаны барлықтарыңызға аян. Аусыл ауруының вирустан пайда болатын барлықтарыңыз айтпасам да білесіздер. Қысқадан нұсқа етіп мен сіздерге айта кетейін. Көптеген адамдарда аусыл ауруы вирустан пайда болады. Ал оған не үшін бактерияға қарсы, қабынуға қарсы антибиотиктарды істетеміз деген сұрақтар мазалап жүр. Себебі аусылмен ауырған малдардың аузында және бақайының арасында желінде жаралар пайда болады. Ол жаралар ары қарай қабынып, одан ары неше түрлі бактериялармен жұғындалып, инфекцияланады. Сонымен бірге аусылмен ауырған малдың бұрын созылмалы аурулар болса, сол аурулар қозады. Содан малдың жағдайы нашарлап, ауруға деген қарсылық қуаты төмендейді. Осындай жағдайларды болдырмас үшін біз антибиотиктарды істетуге мәжбүрміз. Қазіргі таңда қарап отырсаңыздар, көптеген аптекаларда және мал дәрігерлерінің кеңесіне қарасаңыз, әртүрлі антибиотиктарды ұсынады. Біреусі нитоксты ұсынса, біреуі пенстрепті, тағы басқалары неше түрлі антибиотиктарды ұсынады. Тіпті кейбір мамандардың айтуына қарағанда, бір жолда бір малға 4-5 түрлі антибиотикпен қоса витаминдерді істету туралы кеңес береді. Әрине, қалтаңыз көтеретін болса, олай істетсеңіз тіпті де жақсы болады. Бірақ мен сіздерге бүгін көп шығын шығармай-ақ қалыпты емдеп, малды сақайтуға болатын туралы ақпаратпен бөлісемін. Бірінші, ветаптекадан ең жақсы деген, мысалы ол пенстреп болуы мүмкін, или нитокс болуы мүмкін, әртүрлі антибиотиктар бар, солардың біреусін талдап аласыз. Оған қоса шемспирей дейтін спирейді аласыз. Қосымша марганцлоп диогот алсаңыз болады. Осы дәрілер арқылы малыңызға емдеу жұмыстарын жасайсыз. Алған антибиотигіңізді ауырып тұрған немесе жаңадан ауырып келе жатқан малдарға егіп шығасыз. Ал жаңағы аузына шашатын спрейларды оны аузына шашасыз. Егер малыңыз қатты ауырып, егінде жаралар пайда болып, сапсар болып тұрса, ең жақсысы оны жаңағы марганцлоп, тұз, диогот үшеуін суға араластырып, ысып жібергендеріңіз дұрыс. Ысқаннан кейін қып-қызыл болып түседі бір қабат терісі. Ол жаңағы аузының ішіндегі тері, ол эпителий ткан болғаннан кейін ол тез өсіп жетіледі. Бір рет толықтай ысып тастағаннан кейін екінші күннен бастап тек қана спрей шашсаңыз жеткілікті. Ал егер аузында ешқандай жарақат жоқ болса, тек қана спрей шашып қойғаныңыз дұрыс. Антибиотикті келсе келмес алмастыра беруге болмайды. Көп адамдардың қателесетін қателігі, ана антибиотик жақсы екен, мынау жақсы екен деп бір жолда неше түрлі антибиотикті алмастырып істетеді да, содан малдың жағдайы одан арман төмендеп кетеді. Егер малыңыз ұзақ уақыт ауырып қалып, жаңағы иммунитеті төмен түсіп кеткен жағдайда, оларға қосымша витаминдер салсаңыз болады. Ал бұлай еті жағдай жақсы болса, оған антибиотик қана салсаңыз жеткілікті, витаминдердің керегі жоқ. Сосын тағы бір ескертетін жағдай, малыңыз ауырмай тұрып, жаңағы жем шөптен қалмай тұрған кезде жақсырақ тойғызтып бергеніңіз дұрыс. Енді тойғызтқан деген кезде жемді артық беріп тастап жүрмеңіздер. Шөпті, жаңағы жемді қалыпты беріп, тойғызтып, қарнын тойдырғандарыңыз өздеріңізге пайдалы. Ертең жей алмай қалған кезде кәдімгідей сол күш-қуат беретін болады. Сонымен қатар малдың астына ізбош шашып, жаңағы дезинфекция жұмыстарын жасасаңыздар болады. Мен өзім көптеген малдарды емдеп көрдім, оған неше түрлі антибиотиктерді да істетіп көрдім. Пенстрепті істетіп көрдім, ол да жақсы көмектеседі. Нитокста ол да жақсы көмектеседі. Тилдіжек, тағы басқа неше түрлі антибиотиктер айтылып жатыр, солардың бәрі негізі жақсы көмектеседі. Бірақ оның біреусін алып, екеуін алып, үшеуін алып, төртеуін алып, олай істетудің керегі жоқ. Соның біреуін ғана алып, қалыпты күнделікті уағында салып, уағында сондай ем шараларын жүргізіп отырсаңыз жеткілікті. Мынадай жағдайларда болды. Вообще тамақ жемей қалған, мүлдем тамақтан қалып қойған 2-3 күн бойы тамақ жей алмай қалған малдардың өзі аман қалды. Олардың жаңағы өліп кететін бірден бір себебі аш қарыннан өледі көбінесе. Сол аш қарын бір жағынан ауру меңдетеді да, содан барып малдың өлімге қарай бет алу пайда болады. Сол үшін егер дым жемей қалған жағдайда каша сияқты оңай қорытылатын тамақтар жасап, ауыздан құйып жіберу керек. Осындай қарапайым жолмен емдеу арқылы да малыңызды аман-есен алып қала аласыздар. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Мүмкін болса, алдағы уақытта тіпті де көптеген ақпараттармен бөлісетін боламын. Жарнамаға сеніп, ана дәріні бір алып, мына бір дәріні бір алып, бір жағынан экономикалық шығарып, бір жағынан малыңызды дұрыс емдей алмай, өйтіп қиналып жүрмеңіздер. Осылай емдеп отырсаңыздар жеткілікті.